әр жарысқа қатысқаннан кейін спортшы тек қана жеңімпаз болғысы келеді, жеңілуге ешкім де шықпайды. Сондықтан әр жекпе-жегіме тыңғылықты дайындалып, жеңіп, чемпион атансам деген бұйырса, сондай ойдамын. Соған бар күшімізді саламыз. Біз дайындап жатқан жаттықтырушылардың үмітін ақтаймыз деген үлкен үміттеміз. Әрине, ең басты арманым, ол менің мақсатым, ол Олимпиада ойындарында топ жару. Ең басты мақсатым сол, Олимпиада ойындарында. Оған дейін әлі ендігі жылы Құдай қаласа лицензионный турнирлар болады, әлем чемпионаты лицензионный болады, Азия болады. Сол жерде жақсы өнер көрсетіп, бағымен бағым шапса, бірге шапса, Құдай қаласа Олимпиада ойындарының чемпион атансам деген арманым бар. Әрдайым өзімізбен өзіміз, мысалы, бокс өскеннен гөрі, осылайынан шетелдің боксшылармен бірге бірімізбен тәжірибе алмасып, енді әр елдің стильдері әртүрлі, өздеріңіз білесіздер. Мысалы, америкалықтар басқаша бокс өседі, англичандар сәл басқашалау, Европаның стилі басқашалау. Мысалы, сол сияқты Моңғолия келді, мысалы, кеше түркмендер келіп жатыр. Әр қайсысынан осындай сборлар жасалған, пайдасы бізге өте көп. Енді кішкентай кезінде мектепте жазатын ек қой, бала кезіндегі арманды. Бұл кезде, мысалы, кейбіреулер ғарышкер болсам екен, біреулер жаңағы полиция қызметкері болсам екен деп, мен өйтіп, енді жазу керек болған соң жазасын, ал бір өзім нақты ондай қатты армандамаппын, шынымды айтсам. Спортқа келгеннен кейін барып, осындай, енді боксқа келгеннен кейін барып, Олимпиада чемпионы болсам деген арман сол кезде пайда болды. Оған дейін ондай қатты арманым жоқты. Может, ертерек боксқа бар деген совет айтатын шығарым өзіме. Ертерек, мен кеш келдім өзім, 16 жасында. Ертерек барсам деген сондай совет айтатын шығарым. Бірақ өзім өкінбеймін. Совет айтып өкініп не қылатындай өміріме шүкір деймін. Осылай келе жатқанына біртіндеп болып жатыр. Кеш келсем де кеш пісіп жатырмын. Өзім салмағыма қазір как раз өзім бабымда деп ойлаймын. Құдай қаласа әлі біраз жыл өнер көрсетемін деген ойдамын. Сондықтан еш өкінбеймін. Тек қана бір ертерек барсам деген ойдамын. Сондай совет берер едім өзіме. Молодежьға тек қана еңбек етсе деймін, өздерінің арманынан, мақсатынан үміт үзбесе деймін, армандар орындалатынына мен кәміл сенемін. Бізде сондай болдық. Жас балдар сияқты. Жас болдық қой енді. Спортқа барып жүрдік. Сол армандарынан қайтпаса деймін, тек қана еңбек ете берсе, маңдайдан шыққан тер бостан-бос кетпейді деген үлкен сеніммен айта аламын. Өйткені Алла тағала бәрін көріп тұр. Кім еңбек етеді, кім мақсатынан қайтпайды, кім армандайды, сол арманына жетеді деген ойдамын. Менің енді қазіргі мотивациям өзімнің балдарым деп ойлаймын. Мен соларды ойласам, енді өзіме мотивация аламын, мысалы. Не үшін жүрмін, мысалы, соларды жеткізу деген сияқты, сондай үлкен ойларым береді. Солар үлкен азамат болса екен, жаңа қиналмаса екен деген сондай үлкен мотивациялар келеді. Жерім деген кезде, елім дегенде, отбасым дегенде, сол нәрселер маған мотивация береді.